Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін біз сіздерді онлайн платформа TinyTab дидактикалық ойындар платформасымен таныстырамыз. Бұл платформаның негізгі ерекшелігі сіз дайын тапсырмаларды, яғни ойындарды оқушыларға ұсына аласыз. Ол үшін tinytab.com сайтына кіреміз. Бұл сайтпен жұмыс жасау үшін міндетті түрде тіркелу керек. Тіркелгеннен кейін сіздерде tinytab.com онлайн платформасы ашылады. Яғни бұл жерде әртүрлі тапсырмалардың түрлері берілген. Ол математикалық тапсырмалар, тілдерді үйренуге арналған тапсырмалар және де оқушыны дамытуға арналған әртүрлі пазлдар, сәйкестендіру, фигуралармен жұмыс, түстерді ажырату, жан-жануарлардың атын білу және де тағы да басқа әртүрлі тапсырмалардың ойын түрінде көрсетілген шаблондары бар. Яғни сіз осы шаблондарды пайдалана отырып сабағыңызды өткізе аласыз. Енді бұл жерде барлық тапсырмалар қолжетімді, яғни сіз кез келген тапсырманы алып оқушыларыңызға ұсынсаңыз болады. Және де жоғарғы жағында көрсетілген оқушылардың жасына сай тапсырмаларды таңдасаңыз болады. Және де қандай салаға таңдағыңыз келеді, сол саланы таңдап алсаңыз болады. Енді кез келген бір тапсырмаға кіріп көрейік. Мысалға, осы тапсырманы ашатын болсақ, бұл ағылшын тілін үйренуге немесе орыс тілін үйренуге арналған тапсырмалар. Төмен қарай түсеміз, сол кезде әртүрлі, мысалға түстерді ажыратуға байланысты әртүрлі тапсырмалардың түрлері шығады. Сіз өзіңіздің қажетіңізге қарай осы жерден таңдап аласыз. Мысалға, мен бірінші тапсырманы ашып көрейін. Неге төмен қарай түсеміз. Сол кезде дайын сабақтың түрі көрсетіледі. Осы жерден мысалға бірінші тапсырманы таңдаймыз. Ортасындағы қосу батырмасын басамыз. Осы жерде мысалға машинаның түсін ажырату керек. Осылай тапсырманы оқушыға ұсынып орындатсаңыз болады. Бұл тапсырмалар өте қызықты, және де сіз тапсырманы құрастырып, уақытыңызды алып, әуре болмайсыз. Дайын тапсырмаларды алып, оқушыға ұсына бересіз. Тапсырмалардың түрлері де көп, әртүрлі формада, оқушының дамуына, оқушының сабаққа қызығушылығын арттыруға көмектесетін платформалар. Яғни дайын тапсырмалар жинағы. Осы дидактикалық көмекші құрал онлайн платформа түрінде берілген. Осы платформаны пайдаланып сабағыңызды қызықты ойын түрінде өткізіңіз. Осындай платформалармен алдағы уақытта таныстыратын боламыз. Біздің каналымызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар.